Құрметті ата-аналар, жедел мәліметтердің талдау көрсеткендей, балалардың терезеден құлауы балалардың жарақаттарын ең көп таралған себептердің бірі болып табылады. Бұл әсіресе қалалық жағдайда көктемгі жылудың басталуымен жазатайым оқиғалардың қаупі артады. Елімізде балалардың терезеден құлауының 13 фактісі тіркелді. Онда бір бала қайтыс болып, ал 12-сі түрлі жарақаттар алды. Мұның басты себебі ата-аналардың балалардың бақылаусыз, қараусыз қалдыруы және олардың ашық терезелерге қол жеткізу мүмкіндігі. 7 жасқа дейінгі жас балалардың құлау қауіпсіздігін ұшырайды. Яғни бала әлі ашық терезелер мен сенімсіз москит торларын қаупін бағалай алмаған кезде. Балалар біздің болашағымыз және ең үлкен құндылық. Олардың қауіпсіздігі бізге байланысты. Жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында барлық ата-аналардың қатаң кеңес береміз. Баланы ешқашан терезелері ашық бөлмеге қараусыз қалдырмаңыз. Тиісті қорғаныссыз москит торларын пайдаланыңыз. Балалардың терезеге көтерілуіне жол бермеу үшін жиһаздардың барлық түрлерін терезелерден алыңыз. Терезе торларын орнату арқылы терезелерді қорғаңыз. Құрметті ата-аналар, балалардың қауіпсіздігі тек сізге байланысты екенін ұмытпаңыз. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқорлық жасаңыз.